Соңғы тапсырма. Естідіңіздер. Бірінші джеб біздің боксшының тарапынан тура тұмсыққа тиді. Макан Трауре тек қана осылай тік соққылар тұрады. Бір құлаштап кеп бұрмайды, бір хук соққылар болмайды. Меніңше біздің бапкерлер Трауренің боксын жақсы үйренді деп ойлаймыз. Қазіргі тілмен айтқанда IQ-дің, жалпы айтқанда ақылдың қазір айқасы болайын деп тұр. Бұл жерден де ашық, сондай бір жарқын жекпе-жек болмайтын шығар. Ең басы жеңу керек. Түбінде нәтиже ғана қалады ғой тарихта. Ал бүгінгі жеңіс енді тарихқа енетін бір мүмкіндік. Шынбергенов Белградта тағы да бір қадам қалған кезде жүлдеге жеңілген еді. Мен бағана айтып өткен Юрий Захареевтен. Енді тағы да сол белесте тұр. Бағындыратын шығар. Міне капитанымыздың екі соққысы керемет тиді. Тағы да джеб, қол ұзын, дистанцияда жақсы, сауатты. Тек қана джеб қазір. Міне тағы да тиді, дәл тиді. Ой, тамаша. Міне бокстың кілті джеб тиді ғой, Олжас. Сол кілтті құлыпқа әдемі пайдаланып отыр десек болады. Ең басы қазір енді қызбалыққа салынып кетпеу керек. Эмоцияға ашуға орын жоқ бұл жерде. Ол қателікті Асланбек басынан өткерген, енді жібермейтін шығар. Былтыр деп сол енді 2 жыл бұрын өзбек боксшының жеңгеннен кейін. Сол өзбек боксшының жеңгеннен кейін босаңсып кеткен сияқты. Өйткені Шахром Гиясов енді айқын фаворит статусында келді да әлем біріншілігі. Бірінші айналымда Асланбек Шынбергеновке жеңілген. Ой, тағы да жақтан қазір Асланбек Шынбергеновтың ішке ойнады. Жақсы, әзірге жақсы. Негізі байқаған болсаңыздар, құрметті көрермендер, Трауренің жекпе-жегін көрген шығарсыздар бұған дейді. Бірінші нөмірмен жұмыс істей алмайды бұл боксшы. Екінші нөмірмен де жетістіріп жатқан жоқ. Тамаша, нокдаун, есеп ашылды. Ауғанстандық рефери санауды бастап кетті. 8-ге жеткен тұста енді франциялық басын изейді. Түсінікті жекпе-жекті жалғастыратынын аңғартты. Асланбек Шынбергеновке ары қарай бас салып тағы да нокдаунға түсірем деген ойды мидан алып тастау керек. 10-8 деген есеп тіркелетін анық бірінші раундтан кейін Асланбек Шынбергенов осы басымдық зор мүмкіндік болмақ жартылай финалға шығатын. Соңғы секундтар. Ешқайда асығудың да қажеті шамалы. Осылай түртіп джебпен, яғни сол қолды сілтеп осылай алға қарай. Қарсыласының тұмсығынан дәл тигізіп отса ары қарай. Соның өзі жеткілікті. Бірінші раунд аяқталды. Шыны керек алаңдап кеттік. Өйткені сәтсіз басталды бүгін біздің боксшылар үшін. Бұл әлем бұл ширек финалдық жекпе-жектер. Асланбек Шынбергенов. Тыңдайықшы. Міне қайталау сәттер. Ермек Ертаев жеке бапкер осы екі соққыдан кейін нокдаун есепке алынған еді. 10-8 Алжир елінің өкілі тіркеген, қалғандар 10-9 деген. Нокдаунға сенбеген ғой қалғандар. Осылай да болады. Бұл жайтты да айта кетейік, құрметті достар. Қапталдағы төрешілер рингтегі төрешінің шешіммен келіспеуі мүмкін. Яғни рингтегі рефери төреш есеп ашса, мысалға қапталдағы төрешілер енді сол бір нокдаунды тіркемеуі мүмкін, есептемеуі мүмкін. Сол үшін де 10-9 деген есеп болды. Бір ғана төреш сенген екен нокдаун. Екінші раунд. Қолдау бар, демеу бар. Тағы да джеб соққы. Көп қазақ жанкүйерлері. Тағы да джеб, одан кейін оң қолын қосқан еді. Тамаша. Тамаша жекпе-жек өткізуде Асланбек. Білгенінен жаңылмай, енді тәжірибелі боксшы қанша дегенде. Жекпе-жек сәтті аяқтап алу керек. Қалғаны осы. Екінші раундта өте жақсы өткізуде. Макан Трауренің де бір мысы басылық балды қазір. Қаймығып балды франциялық боксшы.
Және ол жеңіліп жатқанын сезсе де алға ұмтылмайды. Дәл осы қарсыласына Асланбек әдемі дайындалып шыққан. Негізі ойша ол Севон Окадзаваға қарсы дайындық өткізіп жүрген болуы да мүмкін еді. Өйткені ешкім күтпеді Макан Трауре жеңіске жетіп кетеді деп. Сол Окадзаваның шықпағаны да дұрыс болған сияқты Асланбекке. Жапон боксшысы білесіздер, қарсыластың енді әбден шамына тиюі мүмкін енді. Рингке шығып алып, әртүрлі қылық істейтін. Сөйтіп кеше қылық көрсетемін деп, осы Трауреға атылып қалған болатын. Бүгін Трауре міне әлем біріншілігіндегі бір ең күшті қарсыластардың біріне тап болды. Бұған дейінгі қарсыластар да мықты еді. Тағы да бір-екі соққы. Тағы да нокдаун ашылды, қадірменді жанкүйер. Бұл екінші нокдаун. Енді тағы бір нокдаун болатын болса, бұл жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталады. Техникалық нокаут, яғни Асланбек Шынбергеновте енді мүмкіндік бар қазір енді. Бір сәтін тауып, бір тағы бір жойқын соққыны жіберу керек қазір қарсыласқа. Алға қарай атылады енді Трауре. Амал жоқ, франциялық боксшы бірінші нөмірмен жұмыс істеуі тиіс. Сол асықпайды. Сәл тәлтіректеп қалған сияқты. Аздап бір тепе-теңдікті жоғалтқан сияқты франциялық. Төреші осы бір жайтты ескеруі тиіс қазір. Асланбекті сезеді ғой қазір. Бұл жерде рингтегі жағдайды қарсыластың осы бір көзіндегі қорқынышты көріп тұр. Енді істі бітіру керек, мерзімінен бұрын. Джеппен ойна деп бапкерлері ақыл кеңесін айтып отыр. Сол жеп өтіп жатыр. 29 жас, толысқан шағы ғой қазір Асланбек Шынбергеновтың. Жас қарсыластарға қарсы бір байсалдылықпен бокстасу керек. Екінші раунд аяқталды. Тағы да бір нокдаунды көрдік. Басты түсіріп, алдын оның шығарда, одан кейін арасына қарай. Енге батының мынаны көтер, астын алдын, одан кейін алдын қолмен аяқталсын. Арасына қарай жептермен өттір, жептермен ұрады, екі үшеу ұрады, бірақ құламай, аяқталады. Гыдыктың атчашка чөп. Гыдык атчашка. Молодец. О, свободно. Если нормально. Қазір енді қара, рисковать Міне, 3-9 деген баған тіркеді, 2-8. Мырзағали Айтжановтың не айтқанын естіген шығарсыздар. Қазір енді қарсыластың тәуекелге барып, алға жүгіреді. Соған дайын бол, джеб соққыларымен жұмысте басыңды шамал түсіріп ал деді. 3-ші раунд. Асланбек әзірше айқын ұтып тұр. Ой, тағы да хук соққысы дәл тиді. 10-8 деген есепте болды. Екінші раундтан кейін қайтадан джеб. Бапкерлердің сөзінде тыңдадық, ақыл кеңесінде. Бұл жерде бұған дейінгі жекпе кейде естілсе, кейде естілмейді шыны керек. Бапкерлердің тапсырмасы үзіліс кезіндегі бұл жолы естіліп тұр. Мырзағали Айтжановтың кейде бір осылай ринг жегінен бір өктем сөйлегендер естіліп қалады еміс құлағымызға. Жекпе-жек барысында. Біздің бапкерлерінде бұл қазір көңілі тоқ шыны керек. Айқын басымдық. Шынбергенов жарайды, техникалық нокаутпен жеңбей ақ қойсын. Осылай өткізсе жарайды 3-ші раунд. Сол қолмен джеб тек қана. Қарсылас негізі ойша атылып қалған бұл кездесуді. Өзінің жеңісіне сенбейтін де сияқты франциялық. Алға ұмтылмайды. Ал Шынбергенов не қашықтықты сақтап жүр. Алыс қашықтықта не жақындатпаса болды қарсыласты. Sonra айқын басымдықпен жеңіп жатқан жекпе-жектерді жарақат алып қалмау маңызды. Иә, сол қабағын. Қарсылас жақын келіп, басымен сүзіп жіберуі мүмкін қабақтан. Ары қарай бітті әлем чемпионаты аяқталды деуге де болады. Ой, бір соққы өткізді, бірақ ештеңе қылмайды. Тұрып қалма деп бапкерлер де айғайлап жатыр.
Үшінші раундта да басымдық біздің бокс тарапынан. Бір соққы өткізгені бар енді. Соққы өткізеді әрине. Бокс қой бұл. Қарсыласта мықты боксшы. Ол да міне қаншама жылдар дайындалған бұл әлем біріншілігіне. Асланбек Шынбергеновтың іште бір өкініші бар еді 2 жыл бұрын, иә. Қандай керемет әлем біріншілігін өткізіп жатып болса бір ширек финалға келген кезде сүрінген болады. Бұл жолы міне ширек финалдан сүрінбей өтті. Тағы да соққылары дәл тиюде қарсыласқа. Не? Енді 30 секунд шыдаса бітті. Жекпе-жек аяқталады. Асланбек Шынбергенов жартылай финалға жолдама. Жартылай финалда қарсыласын білеміз. Нишант Дев, Үндістан боксшысы. Қазақстан және Үндістан боксшылар арасындағы текетірес жалғасады әлем біріншілігінде. Өте мықты боксшы екен Нишант Дев. Көрдіңіздер, сол бір кубалықтың өзін алдын орап кетті. Ол боксшыға қарсы да енді бапкерлер бір тактикалық тұрғыда бір жақсы бокс қойып береді деп сенеміз Асланбек Шынбергенов. Біліп тұр, я рахметін айтты Асланбек Шынбергенов бапкерлерге де. Жақсы ойнап шықты. Бозаңсы ма, ей деп қойды ғой бапкер. Мырзағали Айтжановтың осындай бір сөздері. Боксшылар қанаттандырады. 5-0 болғаны анық, яғни 5 төрешіде жеңісті Асланбек Шынбергеновке бергенін біліп тұрмыз. Және Асланбек Шынбергенов 30-да 25, 2 төреші осындай ұпай ғой. 2 раундта 10-да 8 есебі болды деген сөз. Және келесі. Мерси. Жолдама алды Шынбергенов жартылай финал. Мерси. Франциялық боксшыда қазір қазақстандық. Солай қазақ елі осындай дейді. Ташкентте емес бір Қазақстанда өтіп жатқан сияқты шыны керек әлем біріншілігі. Біздің боксшылар шыққан сәтте көп жанкүйерлер. Хумо арена. Күндізгі сессияда тағы бір боксшымыз қалды енді рингке шығатын. Нұрбек Оралбай. Әзірше қадірмен жанкүйер біз осы рингте қаламыз. Осы жекпе-жек ауысқаннан кейін ғана келесі кездесуге өтеміз. Өйткені шаршы алаңға Қытай елінің намысын қорғайтын біздің отандасымыз Тоқтарбек Таңатқан шығады 80 кило.